Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli cemaat, bugünkü takribimiz inşallah el ceza min cinsil amel degen bir mesele var. Yani bu sözde bu bir zang. Misal İslam hukukunda qanday bir zang var? Mahir degen bir zang var. Mahir ayelдің ақысы деген. Сол сияқты el ceza, bizge berilетін jaza. Jazanın екі мағынасы бар. Біреуі істеген жамандықтарға берілетін жаза, екіншісі істеген жақсылықтар берілетін жаза. Жаза деген нәрсе істеген нәрсеңізге алатын бір сыйлығыңыз немесе бүйтіп айтқанда қылмыс болып есептелінеді. El ceza min cinsil amel деген біздің қиямет күнінде алатын жақсылығымыз немесе алатын жамандығымыз дүниеде істеген амалдарымыздың деңгейінде болады. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қабірдің жанынан өтіп кете бара жатқан уақытында не қылды? Bir ағашты алды, сындырды, екі қабірге бітіп егіп қойды. Сонда сахабалар сұрады: Алланың елшісі, сіз неге бұлай істедіңіз деген уақытта бұл ағашта ертең көгеріп жасыл болып шыққанда бұлардың күнәларына каффарат болады. Неге? Ол қабірдегілер кім еді? Тозақ азабын көріп жатқан адамдар еді. Қабір азабын көріп жатқан. Не үшін? Bir себепке байланысты. Адамдардың арасында сөз тасыған үшін. Қабір азабын көретін адамдардың біреуі сөз тасу. Бұл жақсы, бұл жаман сөз. Бұның бір маңызы жоқ. Соның үшін Аллах Тағала Najm сүресінің 31-ші аятында бұлай бұйырады: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Аспан менен жердің арасындағы бүкіл нәрсе Аллахтікі. Liyejziyellezine esa'u bima amilu. Кім бір жаман амал істейтін болса, Аллах Тағала оның жазасын береді дейді. Яғни істеген амалына қарсы. Veyejziyellezine ahsanu bil husna. İstеген жақсылығына жақсылықпен бір жаза береді екен. Бұл ашық бір аят болып тұр. Енді бізде қауымдар өтті. Сіз бенен бізден бұрын қауымдар, бізден бұрын пайғамбарлар өтті. Бұл пайғамбарлардың қауымдарына өздерінің деңгейлерінде бір сынақ келді. Не деген уақытта кейбір қауымдар болды. Ат қауымы бар, Самуд қауымы бар. Ат қауымы бар. Бұл қауым кім еді? Худ алейхиссаламның қауымы еді. Өздерін өте күштіміз деп айтатын еді. Біз үлкенбіз дейтін еді. Біздің күшіміз бар. Кім бар дейді бізді жеңетін деп айтатын еді. Сонда бұл ат қауымына не болды? Өздері секілді Аллах Тағала олардан да күшті не жіберді? Bir құйын жіберді. Құйын келді де оларды тегістеп кетті. Лут қауымы бар, білесіздер, айтылды. Лут қауымы немен танылды? Зинаның ең ауыр түрімен танылды. Зина істеген адам ислам шариғатында не істелінеді? Bir зина істелінсе тас боран қылынады, дұрыс па? Лут қауымына тас жаудырды Аллах Тағала. Яғни істеген амалына жараса бір жаза берілді. Салих алейхиссалам бар, пайғамбар. Аллах Тағала мұғжизамен бір тастың арасында не қылды? Bir түйе. Бұл түйе бота босанды. Және де сүті болды. Бұл Самуд қауымы, бұл ат неған түйенің несі бар ғой? Түйені өлтірді. Өлтірді де жаңағы ботаны не қылды? Жылатты. Осыны жылатқан үшін бір дауыс келді бұл қауымға. Аллах Тағаланың мұғжизасын жоқ қылғандар үшін Аллах Тағала Салих алейхиссаламның сенбеген қауым жерден жоқ қылып жіберді. Бұл жердегі біздің білуіміз керек болған нәрсе, қадірлі жамағат. Біз біреудің қызына арам көзбен қарасақ, бізде қайтыс болмай, осы нәрсені біздің жарымызға, әйелімізге, қызымызға біреудің істегенін біліп өтеміз. Бұл дүние сондай нәрсе. Біреуге екі рет жақсылық істесек, біз сол екі жақсылықты көрмей еш жаққа бармаймыз. Жаңа екі адам туралы сөйлесіп жатырмыз. Екі адамның жағдайына мұсылмандар бүйтіп айтқанда ашынып тұрып күледі. Кім деген уақытта біреуі мешітке өмірінде келмеген адам.
басы өмірінде сәждеге киемеген адам. Бұл адам қайтыс болғанда, біз сол адам үшін жаназа намазын оқимыз. Қараңыз, өзі намаз оқымаған, бірақ ол адамның жақсылығы үшін біз оқимыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырады. Не істесең оны істе, соның жазасын аласың дейді. Не істесең оны істе. Және де өткен сабақтарымызда бір хадис шариф оқыдық. Бір адам күнә істеуге ұялмай жатыр ма, білгенін істесін дейді. Жауабын Аллах тағала не дүниеде, не қиямет күнінде береді. Бұл бір ақиқат. Енді бізге осы істеген амалдарымыздың жауабын дүниеде немесе ақыретте алуға болады дедік қой. Соған біз сахабалардан біреу болған, 10 жәннатпен сүйіншіленген сахабаның біреу болған Абу Убайда ибн Жаррах деген сахаба кираммен танысып өтеміз бұл сабағымызда. Бұл сахаба Абу Бакр радиаллаху анхумен бірге, Абу Бакр радиаллаху анху арқылы Дарул Аркамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бармай тұрып, ислам діні жасырын түрде насихатталып жатқан уақытында 27 жасында ислам дінін қабылдаған. Бұл адам қандай адам еді деген уақытта ұзын бойлы, арық денелі, аз сақалды, күліп қалған кісі екен. Бұны бұлай айтады. Абдуллах ибн Омар, Омар радиаллаху анхудың баласы ибн Абу Убайда Жаррахты бүйтіп айтады. Құрайыштың еркектерінен 3 еркек бар дейді. Беттері ең сұлу дейді. Ақылдары ең жоғарғы ақыл дейді. Және де имандары ең мықты дейді. Бұлар кім деген уақытта Абу Бакр ас-Сиддиқ, Осман ибн Аффан, және де Абу Убайда бин Жаррах. Иманымен танылған. Бұл кісі туған туысқандары ең маңызды, әкесі жағынан қатты қиыншылық көрген үшін, әкесі бұл адамға қатты қиыншылық берген үшін Хабашистанның 2-ші хижретіне қатысқан. Одан кейін де Мәдина қаласына барған. Енді қараңыздар, мұсылмандарда соғыс болды сол уақытта. Бәдір соғысына қатысылды. Бәдір соғысында бұл кісі мұсылман, әкесі мүшрик. Әкесімен беттескісі келмей жатыр көге. Әкесімен дұшпан ғой әкесі. Сөйтетті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Мен арқа сапта соғыссам болады ма? Неге деген уақытта әкеммен жолығып қалсам бір-бірімізге қылыш көтеріп қоймыз мүмкін. Қараңыздар. Мұсылманның мінезі. Әкеміз дінсіз болса да, әкеміз намаз оқымайтын болса да, бәлкім әкеміз алкаш болса да, біз ол кісіге қарсы келмейміз. Бұл Абу Убайда ибн Жаррах қолынан келгенше қашты. Бірақ мұсылмандардың заңында, ислам құқығында біз басқа бір дін өкіліне барып, бірінші қылыш көтеруге ақымыз жоқ, ешқандай жерде. Біз қашан оларға қарсы бір соғысқа шыға аламыз? Егер біздің намысымызға тисе, біздің жерімізге кірсе, біздің құтты берекелі мекендерімізге кірсе, сол уақытта ғана олармен айқассақ болады. Абу Убайда түл Жаррахтың амалы осы болды. Қолынан келгенше қашты, бірақ өзін-өзі өлтірмейді ғой. Әкесіне де осы жерде алғашқы рет бір қарсы келіп қалған болды. Және де Ухуд соғысы болды. Ухуд соғысында не болды? Бәдірде мұсылмандар ұтты. Ухуд соғысында мұсылмандар ұтылып қалды. Не үшін? Бір стратегияда қате болды. Білесіздер, біздің садақшыларымыз бар еді. Ухуд тауында күтіп тұрған. Осылар мұсылмандар жеңіп қалды ғой деп төменге түсіп қойды. Сөйтті де мұсылмандардың барлығы тауларға бүйтіп шегіне бастағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өздерінің мына денелерімен қорғаған 14 сахаба бар еді. Соның біреуі Абу Убайда ибн Жаррах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға зиян келмесін деп денесін сол жерге қойды. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар. Әр үмметтің бір әмин, сенімді адамы бар деді. Ол Абу Убайда ибн Жаррах деді. Әмин деген өз кімнің сипаты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаты. Қараңыздар, бір Омар радиаллаху анхуға осындай бір сипат берілді. Меннен кейін пайғамбар келетін болса, ол Омар болатын еді. Енді өзінен бөлек бір әмин бар екен. Бұл Абу Убайда ибн Жаррах екен. Бұл әмин дегеніне байланысты біздің бір хадис шарифіміз бар. Бұл хадисті оқып, кішкене шарх қылсақ, нұр үстіне нұр болады иншалла. Технология кішкене күткізіп жатыр бізді. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Инна сидқа, шыншылдық, туралық, яхади илал бир,
жақсылыққа алып барады, шыншылдық. Ва иннал бирра, бұл жақсылық яхди илал жанна, жаннатқа алып барады дейді. Бір туралық, бір шыншылдық. Абу Бәкір ас-Сиддиқ шыншыл ма еді? Тура ма еді? Демекки бізде Сиддиқтың жанында кім бар екен? Әмин, яғни сенімді сипатын тасыған бір сахаба, бұл да Абу Убайда ибн Жаррах екен. Ва иннар раджула ла ясдуқу, егер бір адам тұрақты түрде шыншыл болатын болса, тура сөз сөйлейтін болса, хатта юктаба индалла сиддиқан, оның кітабына, оның тағдырына, оның істеген амалдарына бұл сыддықтардың қатарынан деп жазылады екен. Тек шыншыл болу, өтірік айтпау. Ва иннал казиба, өтірік сөйлеген адам дейді. Яхди илал фужур, жамандыққа алып барады дейді. Біреу тұрақты түрде өтірік сөйлесе, қандай өтірік білесіз ба деді? Біреу звондады, мынаны істеп бере аласың ба? Жоқ, мен уақытым жоқ дедік. Бұл бір өтірік, біздің уақытымыз бар. Үйге біреу келді, ұнатпайтын досымыз. Мен жоқ деп айта сал дедік. Бұл бір өтірік. Имам сұрады, неге намазға келмедің? Балам ауырып қалды дедік. Бұл бір өтірік. Аллах тағала сол пәлекетті басымызға бергенде, әттең сол өтірікті айтпағанымды ет дейміз. Қараңыздар, бір өтірік бір жамандыққа алып барады деп тұр. Яхди иленнар, және де бұл жамандық тозаққа алып барады деген адам боласың. Ва иннар раджула, бір адам ла якзибу, өтірік сөйлейтін болса тұрақты түрде, хатта юктаба, бұған бір нәрсе жазылады. Индаллах, Аллах тағаланың құзырында, каззабан, өтірікшілерден деп. Қараңыз, сахабалардың өмірін айтып атқанымыз, біреуіміз айтатын болуымыз мүмкін. Ол 14 ғасыр бұрын өмір сүрді, біз қалай? Жоқ. Ислам діні қоғамға сай болсын деген бір ұғым жоқ, қадірлі жамағат. Қоғам ислам дініне сай өмір сүреді. Қоғам дегеніміз кім? Сіз бенен біз. Сіз маған, мен сізге өтірік айтпасам, сіз маған, мен сізге арам оймен қарамасам, бір мәнфаат дейді ғой, өзімнің жұмысымды істету үшін қарамасам, не болады екенбіз? Біз әмин, сыддиқтердің қатарында болады екенбіз. Әмин сыддиқтарға кім лайықты екен? Сахабалар, пайғамбарлар. Бұл бір сипаты. Және де мынандай бір оқиға бар. Затус саласил деген бір соғыс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл соғысқа өзі бармады. Амр ибн Асты, сен қолбасшы болды, бұл соғысқа жіберілді. Барса жағдай қиын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хат жазылды. Бізге қосымша күш жіберіңіздер. Мына жерде соғыс болайын деп жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Убайда ибн Жаррахты қолбасшы етіп, тек қана мұхаджирлерден болған бір армияға шығарып берді. 2000 адам. Бұлар барды. Және де бір хат жазылды Абу Убайда ибн Жаррахқа. Ей Убайда, барғанда әскердің басына сен отыр. Амр ибн Ас әскердің қолбасшылығынан түссін. Сенің әскерің болсын деді. Хатты алды. Барды. Бұйрық. Кірсе, Амр ибн Ас әскерлерімен отыр. Абу Убайда ибн Жаррах мұхаджирлермен кіріп келді. Хат берілді. Хат берілгенде мұсылмандардың арасында келіспеушілік шығып кетті. Неге Амр тұрғанда Убайда болады деді. Қараңыз, біздің арамызда бар нәрсе бұл, фитна. Неге пәленші тұрғанда мынау болады? Сонда Абу Убайда ибн Жаррах, қараңыз, жаңа Абдуллах ибн Омар не деді? Ақылы өте керемет деді ма? Өте ақылды деді. Маған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай бұйырды деді. Ей Убайда, бар Амрмен келіс деді. Егер ол сенің басшылығында жұмыс істемеймін дейтін болса, сен оның қолбасшылығына өт деді. Түсініп тұрсыздар ма? Сөйтті де өзі Амр ибн Астың әскері болды сол жерде. Және де сол Затус саласил соғысы ұтылды. Мұсылмандар ұтты ол жерде. Бұл жерде Абу Убайда бин Жаррахтың істеген амалы не? Істеген амалы фитнадан ұзақ тұру, кісіліктен ұзақ тұру, артық сөз сөйлемеу, мұсылмандардың ауыз біршілігін алып қалу. Бір ғана сөзбен деді. Пайғамбарымыз айтты, келіс деді. Сен оған қолбасшы бол, о саған болсын деді. Өзі де қолдады. Мұхаджирлер бұл жағдайға ыңғайсызданды. Неге? Пайғамбарымыздың хаты бар деді. Сонда Абу Убайда ибн Жаррах не деді? Ей, адамдар, фитнадан ұзақ тұрайық. Бізге менің қолбасшы болуым емес маңыздысы. Маңыздысы фитнадан, шайтанның васвасасынан ұзақ тұру деді. Міне. Бұған біз сахабалардың иманы дейміз. Өзін ойлап тұрған жоқ. Бәни Саадтың бір бақшасы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болды. Дұрыс па? Сол жерде Хазіреті Омар, Хазіреті Абу Бәкір, Хазіреті Абу Убайда ибн Жаррах үшеуі барды. Сол жерге
халифа болуға көрсетілген адамдардың біреуі Абу Убайда ибн Жаррах еді. Бұл адам мансапқа мән бермейтін. Не деді білесіздер ма? Мен бұл мансапта істей алмаймын. Абу Бакр лайықты деді да, бірінші Абу Бакрға не деді? Сен халифасың деді. Бұл жерде біз нені айтып отырмыз? Бір сахабаның өмірімен. Негізі, түбінде кітаптардың жазған мұсылманы міне осы кісілер. Біздің оқып жатқан фиқ кітаптары, оқып жатқан аяттар, естіп жатқан хадистердегі мұсылмандар міне осы кісілер. Қазір бір өзімізді есептесек. Рамазан, осынша жыл өмір сүрдің, енді өзің қысапта. Жәннатқа түсесің ме, тозаққа ма? Өзіміз жәннатқа түсіруіміз өте қиын қазір. Неге? Біз өзіміздің нәпсімізді білеміз. Істеген күнәларымызды білеміз. Қаншасында да кешірім сұрамағанымызды білеміз. Неге? Біз нәпсімізді кішкене жеңе алмай қалған мұсылмандарданбыз. Мансап десе, бисмилла деп тұрамыз. Сен алға шығып сөйле десе, сыра шығып кетеміз. Бірақ Абу Убайда ибн Жаррах не қылды? Нәпстің бір маңызы жоқ. Фитнадан ұзақ болады, мұсылмандар бір болады деді. Бұл ол кісінің бір бізге айтқан насихаты болып қалады. Және де Шам бөлгесінде Абу Убайда ибн Жаррах Шам бөлгесінде жүрді. Сол жерде жүрген уақытта Омар радиаллаху анху оны құзырына шақырды. Ей Убайда, менің құзырыма кел, саған бірден айтам деді. Убайда бин Жаррах бармады. Не үшін бармады? Білетін еді. Келсе, оған хат жазып, менен кейін халифа сенсің деп айтатын. Мен бұл жердегі достарым тастап кете алмаймын деді. Осы жағдайды естіп, Омар радиаллаху анху келсе, шадырына кірейінші деді. Қолбасшы, ойлаңыз. Мұсылмандардың қолбасшысыз. 10 мың әскеріңіз бар. И сіздің шадырыңыз бар. Ішке кірсе, 3 нәрсе тұр екен. Қалқан, қылыш, найза. Сонда сұрайды. Және де мына керемет сөйлемді айтады. Ей Убайда, сенің жаңа кесең, шайнегің, пиялан қайда? Деген уақытта бұл дүниелік нәрселер бізді рахатқа, бізді свобода өмір сүруге үгіттеп қояды. Және де бізге дүниедегі байланысымызды күшейтіп қояды дейді. Соның үшін мен бұларды көп қолданбаймын дейді. Қолымнан келгенше ораза ұстаймын дейді. Біздің мына әдемі киімдеріміз, алған машиналарымыз, теплополный үйлеріміз бізді дүниеге байлап қояды деген қадірлі жамағат. Ақыретті естен шығар жібереді екенбіз. Жаңағыда есептедік қой, есебіміз 30-дамыз, 40-дамыз, 50-дамыз. 30 жылды Аллах тағаланың разылығы үшін бөлген ғибадатымызды бөлсек, бір жылдың шығуы өте қиын. Бір жылдың шығуы өте қиын. Біз біреуге қарыз берсек, 30 мың теңге. Сол бізге қарызын бермесе, біз соны ұнатамыз ба? Көрген жерде ашуланып жүреміз. Енді Аллах тағала сізбенен бізге нығмет берді. Қараңыз, деніміз сау. Мына жерде отырмыз. Үйлендік, ұрпағымыз бар. Баламыз үйлендірдік, небере берілді. Жұмысқа тұрдық, айлығымыз өсті. Бірақ Аллах тағала деген қарызымыз кәні? Қайда? Жаңа бір жерде уағыз айтып отыр, адамдардың бәрі бүйтіп жерге қарайды. Неге? Мен неге үй алып жатырмын мысалда? Мен кіммін? Бірақ Аллах тағаланың құзырында қарыздан ол кісілер біледі. Бірақ ол кісілер Аллах тағаладан үй алмайды. Бірақ біз уағыз айтқанымызда жерге қарайды. Не үшін? Аллах тағалада деген біздің құрметіміз азайып, адамдарға деген құрметіміз көбейіп кеткен үшін. Жұрт сөйлемесін деп оқитын адамдар бар арамызда намазда. Алланың өзі ол нәрседен бізді сақтасын иншалла. Бұл Абу Убайда ибн Жаррах радиаллаху анху амвас деген бір уаба болды, өлім ауруы. Сол жерде осы аурудан шахид болды. Қайтыс болайын деп жатқан уақытындағы ауруы, ей әскерлерім, әскерлердің барлығы сол ауруға жолығады. Ей әскерлерім, бұл ауру сендерге берілген бір мархамет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қабыл болған бір дұғасы, және де салих адамдардың өлімінің бір түрі дейді. Аурумен өлген, аурумен қайтыс болған адамдарды Аллах тағала рахымына алған болсын. Бұл кісілердің үкімі шахид болады аурудан. Егер тілінде Алла, жүрегінде Аллаға зікір деген болатын болса. Бұны біз қай жерден көріп тұрмыз? Абу Убайда ибн Жаррахтың өмірінен. Қараңыз, өлім ауруында екен біліп тұр. Айтып жатқан әңгімесі, бұл Аллахтан бір рахмет дейді. Өзіміз грипп болып қалсақ, мені де ұстап алады дегенде осы грипп дейміз. Мені ақ көріп қалады дегенде дейміз. Пәленше футболкамен жүр ғой деп айта саламыз. Мұсылманның әңгімесі бұл емес. Мұсылман не? Жақсылыққа да,
Жамандыққа да бірінші шүкір етеді. Келген қиыншылық болса сабыр етеді. Жақсылық болса бөлісуге тырысады. Мұқтаж жан болса соған көмектеседі. Бұл мұсылманның бір құлық мінезі болып табылады екен. Абу Убайда ибн Жаррах өлейін деп жатқан уақытында айтқан бір сөзі: ей адамдар, қара болсын, қызыл болсын, тәуелсіз болсын, құл болсын, бұл адамдардың барлығы менен артық, менен жақсырақ. Егер мүмкіндігі болғанда еді, мен бұл адамдардың қызметінде болуды қалайтын едім дейді. Бірақ кейбір адамдар бар, киімдері ақ, діні кір. Нәпістері жақсы, өздері жаман. Қараңыздар. Бұл Абу Убайда ибн Жаррахтың бір сөзі. Және де сөзінің жалғасында: сіздердің аспан менен жердің арасындағы күнәларыңыз сондай да көп болатын болса, бір жақсылық істеңіздер, бәлкім сол жақсылық сіздердің күнәларыңызды кешіреді дейді. Бұл Абу Убайда ибн Жаррахтың жаны шығайын деп жатқан уақытта өзінің әскерлеріне айтқан бір өсиеті болып қалады, қадірлі жамағат. Қараңыздар, қазіргі бір сахабаның қысқа бір өмір баяны. Бәлкім неше мың рет жақсылық істеді, бәлкім неше мың рет Аллах тағалаға тәубе қылды, бәлкім неше мың рет, неше мың рәкат намаз оқыды. Бұлардың барлығы жазылмаған. Бірақ бізге керек нәрсесі қазір: мұсылман адам қандай болу керек екен? Әмин, сенімді болу керек. Мұсылман адам қандай болу керек екен? Мансапқа құмар болмайтын адам болу керек. Мұсылман адам қандай болу керек екен? Фитнадан, арадағы сөз тасудан ұзақ болу керек екен. Мұсылман адам қандай болу керек екен? Өзіне келген бүкіл жақсылық пен жамандыққа сабыр ете білу керек екен. Ең соңында мұсылман адам қандай болу керек екен деген мақта, дінге шынайы қарағанмен дінсізді бөлу керек екен. Қараңыз, кейбір адамдар бар арамызда деген, мынау ортада емес, иншалла. Өзіміздің ауылда туған туысқандарда әдемі киініп алып, аузында иншалла машалласы да бар. Әңгіме айтсаң өзіміз білеміз ғой дейді. Бірақ діні кір. Діні кір деген сөз, қадірлі жамағат, сөзі мен амалы бір емес. Осы нәрсенің барлығының біз жазасын көрмей тұрып, істеген амалдарымызға өлім келмей тұрып, тәубе етуді Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Баршамыздың сыддықтардың, әминдердің, шахидтердің, пайғамбарлардың қатарында тұруымызды нәсіп етсін. Пайғамбарлардың қатарында деген мақсатта біз пайғамбар емеспіз, бірақ сол пайғамбарларға жараса үммет болуымызды Аллах тағала бізге нәсіп етсін.